Қызылорда облыс Шиелі ауданында мынау Қызылорда облыстық қазсушар мекеме басшысының назарына осы видеомды ұсынамын. Мына Қызылорда облыс Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау жаз уақытысында әсіресе ауыз су мәселесі өте қиын болып отыр. Мынау шет жақтағы көшелерге мынау судың жаңағы құбырларда бір үйге орнатылса, бір үйге орнатылмаған. Бір үйлерді көрдім, мынау жаңа тонналық ыдыспен су ішіп отқан. Мынау Шұғыла мөлтек ауданы, сосын мынау Жайлыбаев көшелерінен. Енді айтайын дегенім, мынау ол көшелерде мотор қосса да жаз уақытысында әсіресе су көп пайдаланатын кезде жаңағы су ақпайды, сосын мынау мотор қосса да ақпай жатыр мысалы. Сондай мәселелерді мынау жөндеп алу керек деп мен ойлаймын. Өйткені себебі мынау Қызылордадан комиссия болып келіп Шиеліге жаман үйдің қонағы билейді деп, бұл кісіге 102 шақыру керек деп осылай қылғанша, мынау қай жерлерде су ақпайды, қандай жауаптарыңыз бар, мынау мотормен ағып жатыр ма, моторсыз ішіп жатсыздар ма деп неге сұрамайды тұрғындардан? 102 болса, арманы соттату болса, халықты ол дегеніне жете алмайды. Өйткені себебі халықта тыныш отырмайды. Өйткені себебі су іше алмаған мынау шәрмәнда болып отқан халық өзі. Оның ашуына тие берсе, ол жаңағы петиция жинап сотқа да беруі мүмкін сіздерді. Өйткені қазір мынау келісім шартсызда мынау су ішіп отқан үйлер бар, мысалы үшін. Жасырын түрде үйінің артынан жаңағы труба орнатып, мысалы. Сондайларды неге тексермейсіздер? Мынау келет тек қысқартады жұмыстан. Айлығы мардымсыз 70 мың, 90 мың теңге деген не деген сұмдық? Мысалы, жердің астына түседі ол кісілер. Жердің бетінде қысты күні жаңағы тоңды қазады, мысалы. Оған татымайды ғой 70 мың айлық. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Осындай жағын тексермейсіздер ма? Халықтына заңға беріп ыштырап өндіргенше. Мынау жаңағы қазсушар мекемесінің басшысы Қызылорда облыстық. Мен кім екеніңізді білмеймін, аты жөніңізді. Бірақ мынау Шиеліге келген комиссия кісілеріңізді мына тәртіпке салып, брифинг жиналыс өткізіңіз. Әр ауданға барып, жаңағы халыққа қоқаңдап, әр нәрселерді айтып, жаңағы сол филиалдардың басшысының құлағын көтеріп, милиция шақыр, өйтпейді деп. Осындай әрекеттерге барып отыр жұмысшыларыңыз, қызметшілеріңіз. Осы мәселені қолға алса деймін, брифинг жиналыс жасап, қазсушардың бастығы облыста отырған. Судың министрлігінің назарына да ұсынам осы видеомда.